Сәлем достар, бүгін сіздермен хан әсіп рецептісін бөлісетін боламын. Алдымен мен бауырымызбен жүрегімізді блендердің көмегімен езіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубканы пайдалансаңыздар болады. Одан кейін үстіне орташа көлемде бір жуа қажет болады. Оны да орташа көлемде уақтап турап аламыз. Туралған жуамызды бауырымызбен жүрегіміздің үстіне саламыз. Келесі кезек үстіне көз мөлшерінде тұз саламыз. Бауырыңыздың көлеміне қарай салсаңыздар болады. Одан кейін қара бұрышымызды саламыз. Мен алдын ала күрішімді жуып дайындап қойдым. Үстіне күрішім салам. Одан кейін бізге ең қажетті лайфхак ол бір ас қасық манка қосамыз. Одан кейін жарты кесе мұздай су құямыз. Енді барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Дайын болған ішегімізді енді ішегімізге саламыз. Менде жылқының ішегі, сіздерде сиырдың немесе қойдың ішектері болса, жасай берсеңіздер болады. Мен бұндай жағдайда осындай лайфхакты пайдаланамын. Баклажканың көмегімен оп-оңай ішегімізге салып алатын боламын. Балапандарымызға күнделікті өмірде жасап беруге өте ыңғайлы тәсіл, әрі тәтті хан әсіп. Неміздің дайындаған әсіміз дайын болды. Ішегіме толықтай салып алдым. Енді араларын үстіп жіппен бөліп аламын. Дайын болған хан әсібіміздің ішінде ауа қалып қойса, алдын ала зубочистканың көмегімен тесіп шығарып жіберіңіздер. Әйтпесе суға қайнаған кезде жарылып кетуі әбден мүмкін. Одан кейін мұздай суға дайын болған әсібімізді саламыз. Қайнағаннан кейін үстіне бір немесе екі лавр жапырағын қосып, әсібімізді тағы да ішінің ауасын шығарып, жай отта 1 сағат қайнатып аламыз. Міне біздің томпиған, әдемі болып пісіп шыққан нағыз хан әсібіміз дайын болды. Енді сіздерге ысы күйінде кесіп көрсетемін. Бұл хан әсіптер қыс мезгілінде менің балапандарымның сүйікті тағамдарының бірі, әрі ағзаға өте пайдалы. Иісі мүңкіп, дәмі тіл үйіретін өте оңай хан әсіп рецептісі. Сіздер де міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Достар, бүгін сіздерге дайындаған хан әсібіміз ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.